Сәлем, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Беріп жатқан ақпараттар пайдалы болатын болса, каналға жазылып, лайк басып, пікірге өздеріңізді мазалаған кез келген гинекологиялық сұрақтарыңызды қойсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз перзентханаға қашан баруымыз қажет. Перзентхана деп отырғанымыз ол роддом. Яғни жүктіліктің аяғы ол босану болып табылады. Дүниеге баланың келетін кезеңі. Осы бала дүниеге перзентханада келуі қажет. Үйде емес, далада емес, көлікте емес. Бірақ кейбір жағдайлар болып қалады өмірде, яғни кез келген жерде босанып қалу жағдайлары. Енді біз осы перзентханаға қай кезде баруымыз қажет. 22 аптаға дейін әйел кісі жалпы аурухананың гинекологиялық бөлімшесіне қаралса, 22 аптадан кейін бала дүниеге келуге болатын кезеңдер ол перзентханаға баруды талап ететін жағдайлар. Осы перзентханаға босанудан бөлек қай кезде міндетті түрде баруымыз қажет. Ол ең бірінші күттірместен, яғни сіздің ағзаңызда осындай өзгерістер болып жататын болса, еш нәрсені күтпейміз, жедел жәрдеммен немесе өз аяғыңызбен бірден перзентханаға баруыңыз қажет. Ол бірінші қан қысымыңыз көтеріп, яғни давлениеңіз жоғарылайтын болса, жүрегіңіз айнып, құсқыңыз келіп, көзіңіз қарауытатын жағдайлар болатын болса, міндетті түрде жедел перзентханаға баруымыз қажет. Себебі бұл кезде сіз үшін де, бала үшін де қауіп болуы мүмкін. Яғни бұл екеулеріңіздің де өмірлеріңізге зиян жағдай болып табылады. Екінші жағдай кез келген қанды бөліністер, яғни жүктіліктің кез келген мерзімінде. Бірақ қанды бөліністер әртүрлі түсте болуы мүмкін. Әсіресе ақшыл, яғни розовый, қызыл, нақты қанның түсі болатын болса, міндетті түрде перзентханаға баруымыз қажет. Себебі кей жағдайда аты да заты да жаман, мысалға ұрық жолдасының орнынан жылжып кетуі, мерзімінен бұрын босану жағдайлары кездесіп жатады. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Жедел жәрдем шақырып, немесе өз аяғымызбен жедел перзентханаға баруымыз қажет. Үшінші жағдай ол мерзімі жетпеген, яғни 37 аптаға дейін кез келген аптасында 22 аптадан бастап жедел толғақ басталып кететін жағдайлар болса, яғни толғақ басталған кезде міндетті түрде перзентханаға баруымыз қажет. Себебі сіз мерзімінен бұрын, яғни бала шала кезде, жетілмей тұрған кезде босанып қою қаупі болуы мүмкін. Сондықтан осы кездерде күттірместен, егер перзентханаға заттарыңыз дайын болмаса да, міндетті түрде перзентханаға бару қажет. Келесі жағдайлар ол, яғни бірден шұғыл емес, қай жерде тұрсаңыз да емес, қасыңызға жақындарыңызды, таныстарыңызды, жолдасыңызды, әпке, сестренкаларыңызды алып баратын кезеңдер болады. Ол біріншісі су кеткен жағдайда. Бірақ бұл жерде де ескеретін жағдай бар, судың түсіне қараймыз. Егер су мөлдір, таза болатын болса, онда дайындалып, перзентханаға заттарыңызды алып, бару қажетсіздер. Ал егер ағып жатқан су, яғни мерзімнен бұрын су кетсе, немесе мерзімі жеткен 37 аптадан асқаннан кейін толғақтан бұрын су кететін болса, онда ол жасыл түсті болатын болса, міндетті түрде перзентханаға баруы қажет. Бұл кезде де уақытты күттірмейді. Себебі осыға дейін жүктілік кезінде сіз қандай да бір инфекциялық аурулармен ауырсаңыз, және баланың жағдайы нашарлап жатса, мысалы гипоксия, оттегі жетпей жатқан кезде, ауа жетпей жатқан кезде баланың жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Және де ол инфекцияның барлығы баланың бұлшықеттеріне кері әсер беріп, ол бұлшықеттерін босаңсытады, нәтижесінде өзінің нәжісін ұстай алмай, бала өзі жатқан суға не істеуі мүмкін, нәжісін жіберуі мүмкін. Соның нәтижесінде су бұлғанады и ол жасыл түске енеді. Бұл бала үшін зиян болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде кетіп жатқан суға да қарауымыз қажет. Келесі перзентханаға бару керек кезеңдердің бірі ол толғақ басталған кезде. Көбінесе қыз-келіншектер, алғашқы босанушы қыздар бұл толғақты көбінесе шатастырып алып жатады. Және де қорқады, толғақты білмей қалсам қайтемін, үйде босанып қалсам қайтемін деген сияқты.
Құрметті қыздар, сіздер толғақты еш нәрсемен шатастырып алмайсыздар. Себебі егер ол шынайы толғақ болатын болса, ол толғақ уақыт өткен сайын күшейеді және де ауру сезіммен жүреді. Бұрын соңды сіз ондай ауру сезімін бастан кешірмеуіңіз мүмкін. Сондықтан қорықпаңыздар, толғақты еш нәрсемен шатастырмайсыздар. Егер толғағыңыз басталып жатса және сіз оған шыдай алатын болсаңыз, онда сізде осы кезеңдерде, осы уақытта үйде болғаныңыз абзалырақ. Яғни толғақты жетілдіріп, пісіріп барып перзентханаға бару қажет. Себебі толғақтың өзі екі кезеңге бөлінеді. Ол біріншісі латентті, одан кейін активті кезең деп бөлінеді. Осы латентті, яғни 4 сантиметрге дейін шейкаңыз ашылғанша үйде болған абзалырақ. Себебі перзентханаға ерте барып алып, ол жердегі басқа қыздардың толғағын көріп, сіз шошып қалуыңыз мүмкін. Толғағыңыз кері қайтып кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең абзалы, егер сіз шыдай алсаңыз, ол ауру сезіміне, онда үйде болғаныңыз дұрыс. Одан кейін келесі жағдай, ол баланың қозғалысы. Егер баланың қозғалысын сезбесеңіз, егер бұрынғыдан салыстырғанда баланың қозғалысы азайып кеткен болса, онда міндетті түрде перзентханаға бару қажет. Себебі бала жайдан жай қозғалысын азайтпайды. Және бала қозғалып жатыр дегеніміз, ол балаға комфортна деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да біз баланың қозғалысын әрдайым бақылап жүруіміз керек. Сізге бүгін кешегіден қарағанда немесе басқа күндерден қарағанда әлсіздеу немесе мүлдем бала қозғалысы болмайтын болса, бұл кезде де дереу біз перзентханаға бару қажетпіз. Жоғарыда айтып кеткен жағдайлардың барлығы дереу перзентханаға баруды талап ететін жағдайлар болып табылады. Құрметті қыздар, босанудан қорықпаймыз, толғақтан қорықпаймыз, ауру сезімінен. Себебі пайда болған бала, ол бәрібір дүниеге келуі қажет. Сондықтан бұл жерде қорқыныш біздің босануымызға кері әсер етуі мүмкін. Егер босануға дайындық бастасаңыздар, білім алсаңыздар, онда 80-90% жағдайда жақсы, ешқандай қиындықсыз және де ешқандай проблемасыз, разрывсыз, яғни жыртылусыз босануға болады. Ол үшін біз білім алуымыз қажет. Кітап оқыңыз, интернеттен ақпараттар алыңыз, ютубта толып тұрған видеолар бар, және де арнайы мамандардың курстарына қатыссаңыздар болады. Менде де сондай курс бар. Егер білім алып босануға дайындаларыңыз келсе, менің босануға дайындық атты курсыма қатысаңыздар болады. Жүктілік, босану кезеңі, босанудан кейінгі әйел кісінің денсаулығы, балаға күтім, толық ақпарат беретін курсым бар. Ол курсты алып, өздеріңіздің болашақ сәбилеріңізді күтіп алатын ең керемет кездесуге дайындалсаңыздар болады. Егер берілген видео ақпаратты болатын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, пікір жаза кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.